Мержан қалай ән шырқайтын, аузын өзін көрген қапайын. Мержан өзі комедийный жігіт та бір жағынан. Арзанды жақсы көреді. Сонда айтады да, әбеке қоя тұршы, тыныш. Не болды қызым? Ауылда апамды сағынып кеттім, апамды бір еске алайыншы дейді. Сен ау, көз алдында кадрды өткізеді деймін, апасының самауыр қойып жүргендерін, жаңағы ошаққа күл салып, от салып жүргендерін көз алдында елестетеді ау деймін. Өстіп тұрады да. Апау! Ары әйелі берейін, әңгімесін. Енді мен шында жақсыны жақыратын ұртасын жаман құтағашы деген біздің арадан шыққан бір жас жаман туыс көре алмас болмаса біздің үш тотымыз, үш Татьянамыз бар деп айтамыз. Шындығында Мартиненко менің сокурсницам, Бурмистрова енді алғашқы домбырамен ән шырқаған әншілердің бірі. Бірақ үш Татьянаның ішінде мына Полтавская орны мүлдем бөлек енді өзіміз жақсы көреміз. Халықтың жақсы жаңа сүйген әншісі. Одан кейін бұл Таня өнерімен емес уәдесімен сыйлы. Мен сол сәтіме уәде беріп, келем деп келіп жатқан үлкен рахмет. Жаңа атына айналайын Таниялап, жібер есіңді ел жариялап, құрметтеп қазақ ауыл бас еді, Мәриям Жагорқызы бағиялап, болса да әлім жыла ісін бала, қол соқын ізетіне құшырлана. Мейлі сені келген жайым құрметтеймін, халқымды сүйгенің үшін ғана деп, халықтың сүйіктісі